Кеш жарық достар, қалайсыздар? Біздер кешке қарай тауыққа келдік. Тауықтың есігін ашайын деп келдік, ана жақтан ана бір тауық далада жүр вообще. Ол секіріп кетеді. Төн ана ағаштың астында жүр. Мына екі ортадан білмеймін. Екі ортадан деп кіріп кетеді, шөптің үстіне шығады. Жоқ па екен? Шөптің үстіне шығады да, ана жерден секіріп кетеді. Тәп, туып кеткен жоқсың ба? Мынау кіре алмай жүргенде мынаның үстіне шығады. Кіре алмай тұрсың. Ана үстіне секіреді де анаған кетіп қалады. Кәз, еске жан. Иә. Жүр. Типа. Жоқ. Ай, қалайсыңдар? Қалдерің қалай? Суым шықты. Бірақ ары қарай кетпей тұр. Олар тамақ сұрап тұр. Міне мынау ашық ақтары. Қара. Бәрі мына жерде тұр менің айналамда. Аям тісте болмасын. Е, саған да керек па? Қошақан ба? Қошақанда мынаның ішінде қошақанда Саған ішіне кіріп тауықтармен бірге. Е, құтақандай тесіктен кіріп шыға береді бәрі. Ана қызыл әтеш деген жаман артынан қуатын болады мені мынау. Неге? Иә. Мыналар чөті. Ана жерде ұяларында жұмыртқа жоқ қой. Сендер жұмыртқа бермейді саған жоқсыңдар ма? Аяқтары? Жұмыртқа қайда? Кеше дәмеленіп еткеннен кейін бүгін шелек алып қатсам жұмыртқа жинайын деп. Не істеп тұрсыңдар, жұмыртқа қайда? Екі қошақан тұр шығайын деп. Кеше 11 жұмыртқа беріп, бүгін жоқ деп тұрсыңдар ма? Қазір қараймын, осыдан жоқ болса жем бермеймін ал сендерге. Мына жерде дым жоқ ал. Ана жақта екеуі жатыр. Мына жерде жатыр ма? Мен жоқ десем. Ана жерде. Анжу аласың ба? Түбінде екеуі жатыр. Мама. Анжу, аласың ба? Иә. Мен ол жерге кіре алмайым. Ой, мен кіргенде сен қалай кіре алмайсың? Үйаға тумай, мұнаң ішіне келіп туатын несі? Мама, соның ішіне де туат, ата соның ішіне де туат деп. Арттарынан қарап жүр жем қайда деп. Осыдан 10-ға толмасын, жемейсіңдер жұмырт. 5-ке толмасын десеш хотя бы. Ой. Так, мына жерде жоқ. Мына жермен бітеп қойған ағашпен. Үлкен, кішкентай. Орташа. Неше ол сонда? 6. Біреу екеу жатыр. Так, мына жерде ағаш не бар еді? Өстіп тырнайтын. Қазір алып алайын. Сонда? Екеу ма? Иә, күшті да негізі. Көп болып атса әрі жүзді. Күшті. Анан қалай алайын? Мыналар көп ақ жұмыртқа бермейтін. Ақ жұмыртқа шығыпты. Жұмыртқа беру үшін не істеу керек? Жұмыртқа жеу үшін ба, көп беру үшін ба? Өзімде бір қырып алып жатқан сияқтымын ғой. Бұлар нешеуі туып жатыр, нешеуін тумай жатыр білмеймін. Мен қайсысы туып жатқанын білмеймін, туып жатыр ғой. Мана не жақсы витаминдер қосып беріп жатырық арасындағы мана өткенде. Айтты ғой не несушка соларда. Сосын жылы су береміз. Сосын деген не арасында деген папа тұз деп қойған, тас береді. Тасынан мынандай тас. Иә, тас береді. Жұмыртқаны шапасын жоғарғы көтерді. Бұл тас деген ана не сияқты? Кальций сияқты ана жұмыртқа кеше сынып қалды ғой біреуі. Солардың ана несі витамин бірдеңесі жетпей тұрған сияқты. Так, сендер бүгін кішкене 10-ға жетпей қалдыңдар, иә? Бірақ сендер енді жүрейін енді, ят болар. Бәрі мен артымнан жүгіріп жүр. Неше жұмыртқа? 8 болды. Неше жұмыртқа? Бабама, ішті қарап көрейік. Иә, қазір қараймыз. Мынаның бәрін бітеп тастадық, ана қозылар келіп, қой келіп. Қозы, қара қозы. Аузын бәрін үсті аузымен, тұмсығымен ашып, жеп сетіп тұр ғой. Сосын бітеп тастадық. Қазір ашып берейін енді. Құттай шыдай тұрыңдар. Не, Иә. Қызыл әтеш тинче екен, жаман тинче. Жоқ, бұлар деген қанша тамақ берсең де, тамаққа тоймайды ғой. Иә, тоймай. Иә, жей береді. Тойғандарын білмейді сияқты. Олар вообще дымға тоймай.
Ал, мына жағаласып. Ойбай. Мындай жем беріп жатыр. Шемішке, жүгері. Әртүрлі. Бір қошақан жүр ма? Қойшы. Мама берші? Ал, типа. Мама беш әкел. Қошақандарға беріп шығайды. Қошақан баршы сен. Жүрші. Сен өзіңше жем жейді ғой. Мамаға екінші қошақан кет. Аны үйден шыққан жемдердің берді. Шөпті жем, басқа жем. Ей! Мә. Ал жеңдер. Мама атеш қалып қойыпты ғой далада. Бұл не? Сөйлеп, ана қызыл атеш сияқты бәріне тиетін, қорқып келмей тұрған сияқты да? О, қызыл атеш жаман, сендегі еще өскенде, ана ақ атеш қыса өскенде олар адам артынан қуатын болады. Жүр, кеттік, жүр. Мама, бешеке берейші. Мам. Кір, кет өзіңе. Кір. Мама. Қара қошақанға берейші. Бергім келіп тұр. Кетші. Кет. Таласып жеген тәтті болып тұр ғой. Мама, не жауып атсың бәрібір қой атқан. Нағаш, мана басыма итеріп жатыр ғой жауып тұрсам. Ой, тауықтарын бірге жағаласып жесін өздері. Жемісі не бар? Қойшы. Жоқ, ана өздері. Тауықтарға жегізбейді. Қазір, мына құттай жиялсын деп жауып тұрмын ғой. Оқтей, мына су төгіп кетті. Қымейт, бөлексіне. Су төгіп түсет, мына су әкеліп қоятын. Так, мына жақтағы тауықтар болды. 8 дедім ғой да? 3, 7, 9 ба? 3, 4, 5, 6, 7, 9 екен ғой. Үстін батырып кетейін құрсын. Қызыл атешке жегізбей жүр ма не? Білмейм, ана бір-біріне тиіп қызған. Ана қызыл атешті не істейді, ана басқа жерден келген құсап көреді. Сөйтіп, ана ең қаласыңдар, не болды? Қарындарың ашты ма? Мына далаға шыққысы келіп кетті. Шықпайсың. Шығармашы ана. Не далаға шыққысы келіп бұлар? Талдарды аналар жейді ғой. Жейді. Жүргісі келіп жатыр. Талдар оны қарап жүру керек бірге. Ал, сендерге жұмыртқа туып тастап кеткен жоқ па? Айтыңдар. Кам тастап кетті дейсің. Жоқ, ештеңе жоқ. Шықпайсың. Кене. Менде жоқ жем. Чуть-чуть аздау енді ана. Мамада бар әне. Кеше 11-12 жұмыртқаға дейін болды ғой енді. Қостарды қарап жүрмін, қуысқа туып кеткен жоқ екен деп. Нелер ұқсап ба? Мына ұқсап ба? Балапан ма? Аналар қуысқа кіретін еді, ана қуыс жауып тастадық қой. Қазір бұларға басқа жем алып келеміз. Ей! Кіргісі келді. Оны ата деген мынаны жауып тастайды. Кет. Мына бетін жауып қою керек та? Наны? Жоқ, оны бірдеймен қатты бірдеймен жауып қояды. Қазір жем алып келеміз сендерге, басқа жем алып келеміз. Кеттік. Мама, тез шық. Достар, кеттік біздерге. Қойыңдар, кештеріңіз жақсы өткізіңдер, біздерге лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер. Сіздерде жұмыртқаларың көп болсын, тауықтарың көп тусын деп кеттік ал. Пока.